Ішкі істер министрі Астана қаласы полиция департаментіне барып, елордалық сақшылармен кездесті. Мұнда Марат Ахметжанов әріптестерінің жұмыс барысымен танысты. Когда-то выехал, чтобы там сразу с планшета, сразу осмотр, все. Вот этот видеоформат, видеофиксация, надо все делать это. Тергеу мен криминалдық полиция басқармаларының қызметкерлерімен сөйлесіп, электронды форматта іс жүргізуіне және материалдық техникалық жабдықталуына көңіл бөлді. Все под арестом или... Никак нет. Есть арест, есть подписка на визит. В основном арест. Жиырма екісі министр мырза, басқа мемлекеттерде ұсталғанда конвенция бойынша жұмыс істеватқан болады. Жеке құраммен кездесуде полиция департаментінің басшысы қаладағы криминогендік жағдайға тоқталып, жалпы 10 айдың жұмыс қорытындысымен бөлісті. Қылмыстарын тіркеу 9,6%-ға шамалы өскені байқалады. Бұл объективті себептерге және ең алдымен әлеуметтік экономикалық жағдайға байланысты. В основном рост произошел за счет бытовых и имущественных преступлений. В этом году удалось снизить количество убийств, изнасилований, грабежей, разбоев и хулиганств. Министр қызмет жетекшілеріне, учаскелік және патрульдік полиция инспекторларына қойылатын талаптарды еске салып, қоғамдық тәртіпті сақтауда азаматтардың конституциялық құқықтары мен заңдылықтың толықтай сақталуын қадағалауды тапсырды. Сондай-ақ бірқатар проблемалық мәселелерге назар аударды. Өзгерістер бірінші басшыдан болу керек. Басшының көзқарасы, жұмысының стилі өзгеру керек. Бірінші мені қазір қойып атқан мен талаптарым сол не емес қой, мына көрсеткіш емес мен айтып атқан. 9% тіркелген қылмыстың саны өсті деп сіздерге ешқандай не қойып атқан жоқпын. Объективті түрде көрсету керек оны. Жасырмауымыз керек жағдайды. Біз әлгі айтамыз ғой, проблема шешуге бағытталған тәсілдер деп, проблемно ориентированный подход. Сол значит проблема бар. Оны көрсетіп, анықтап, оның көзі неден, ол неден шығып отыр. Салдарымен емес, себебімен күресу деген осы мәселе. Сол кезде білген кезде, мынау ауданда мынандай проблема бар екен, мынау салада мынандай проблема бар екен, соны шешуге, соның көзін жоюға жұмылып жұмыс істеуіміз керек. Әрине, мынау Астана, әрине бұнда мынау цифрландыру бар, не бар, қылмыс саны, адам саны өсіп жатыр, тіркелмеген қанша азаматтар бар. Соның себептерін тек қана біліп емес, соған шара қолдану керек, болдырмауға. Астана қаласының өзге өңірлерге үлгі болу керектігін алға тартқан ведомство басшысы жиында қызметімен көзге түскен 12 қызметкерді грамота, төсбелгі медальмен марапаттады. Атап өту керек, марапатталғандардың арасында көпірден секірген ер адамды құтқарған патрульдік полиция қызметкерлері Самат Сәбит, Сәкен Тасқын мен Ринат Мұхамеджанов та бар. Оларға құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін медаль табысталды.